бөлім. Иә. Сен үйге кіресің бе? Иә. Кірем. Матильда саған сезімін білдірді. Және сен оның сезімін қабыл алмай, саған басқа адамның айттыңын айттың ба? Мен сендермен бір топта еместігіме сене алар емеспін. Сен де біздің топтасың ба? Менің кездесуге түсірілім үшін келе алмайтынымды білесің ғой. Ал сен осы үшін көбірек жұмыс жасау керек екенін білесің бе? Сендер бұл жайлы қашан сөйлесіп үлгердіңдер? Топтық чат. Мен жалғыз екенмін. Араларында менде ғана ескі телефон. Жаңа қосымшаға жобасын дейсің бе? Мына жерге отыр. Қосымша деген не? Телефонға арналған қосымша. YouTube, Instagram сияқты сен бұлардың барлығын қолданғансың. Мынау да қосымша ма? Өшір. Қуаты бітіп қалады. Мен қуаттағыш алмадым. Мен саған беремін. Сенікі маған келмейді. Үй жануарларының сөзін аударатын қосымша ше. Қосымшаның негізі ретінде жануарлардың қимылын алсақ болады. Жақсы екен. Менің мысығым бар. Маған ол не ойлайтыны әрдайым қызық болған. Маған да. Сенің де мысығың бар ма? Жоқ. Мен Соняның ойын білгім келеді. Мен сенің үй жануарың емеспін. Мен де осы сияқтыны ойлағанмын. Сен менен тек Чоннан қоналып қоймадың. Енді менің идеяларымды ұрладың ба? Жоқ. Екеуміз бір толқында екенбіз. Мүмкін сәл демалып болармыз. Үйге барғанда білесің. Жақсы. Үйге? Ол Соняның үйінде не істейді? Мен бұны өзімде ұстай алмаймын. Мен де. Мен токпоккиді өтте керемет жасаймын. 진짜 맵게 해줄게. Кеше ащы соус сатып алғанмын. 소스도 샀어. Вау, қаншалықты ащы болса, соншалықты жақсы. Таңғаларлық. Сен не айтқың келіп еді? Мынандай жерде неге кездескің келді? Мен сенің телефоныңды көруіме болады ма? Мен саған махаббатымды бере алмаймын. Бірақ телефонды алуыңа болады. Кешір, мен сені ертең шығарамын. Не? Бұл нені білдіреді? Мен сенің жүрегіңе жауап ала алмайтын шығармын. Бірақ мен сені Соняға жібере алмаймын. Юнина, ей! Кешір, Чоннамжун. Ей, есікті аш! Юнина! Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Чоннамук. Не? Неге олар әлі келмеді? Юнина. Қайдасың? Намук сенімен бірге ме? Хамсаньо, енді сен жалғыздықтың не екенін түсінесің. Ол Намукты өлтірмеген шығар, я? Мен Шон Намук. Жалғыз күрескер, есік мені тоқтата алмайды. Ауырып кетті. Чоннамук! Чоннамук! Ол бұл жерде болмаса, қайда болуы мүмкін? Кім бар? Мен осындамын, мен Шон Намук. Чоннамук? Марғауым? Құдайым-ау, тез шық.
Мен жарадым ба? Не дыбыс? 무슨 소리야? Бізді қамап кетті. Бұл да Чон Намуктың әсері ме? Манхвадағыдай банальды. Біз қамалып қалдық. Көмектесіңдер, аға! Аға! Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Хабарлама. Топтың кездесуі аяқталды ма? 팀플 끝났어? Кеттік. Хён. Мен мектепке жеткізіп сала аласың ба? Байқамар қауым. Мен көрейін бе? Өзім жасай аламын. Осында тағы бір кілт барына сенімдімін. Бәрі жақсы ма? Мына жерде қамалып қалғанымыз аздай. Қолым жарақаттанып қалды. Дәрі де тез табылды ма? Теледидардағы дорама сияқты. Бұл да Чон Намуктың әсері ғой. Отыршы. Сенің өмірің қандай бағалы екенін білесің бе? Қиын болса, көмек сұрауыңа болады. Жақсы. Ашуланып не болды? Өзіңді мықты ұстап, осылай жарақаттануыңды доғар. Мен мықты болып көріну, қандай ауыр екенін жақсы білемін. Жобаға ұсыныс. Мен мектептемін. Сендер қайдасыңдар? Не? Мен үйдемін. Үйде? Бірақ мұнда Намук пен Соняның сөмкесі тұр ғой. Мен есіме адасып кеткен тәріздімін. Шын айтамын. Менде бірдеңе дұрыс емес. Сен не істедің? Мен Намикиді спорт бөлмеде кіші бөлмеге қамап кеткенмін. Мен не істейін? Сонда барайын ба? Не? Кімді қамадың? Чон Намки. Соня оны іздеу үшін спорт бөлмеге кеткен болар. Бүгін жұма ма? Иә. Біздің дүйсенбіге дейін күтуіміз керек пе? Солай болар. Мен анамды сағындым. Мен де. Кешір. Неге? Мен саған ата-ана жайлы тақырып ұнамайды деп ойлағанмын. Қалай екен, солай шығар. Мен байқамаппын. Ол үшін сен менің анам жайлы ештеңе сұрамадың ба? Мен сондай ақымақ емеспін. Барлық ақылыңды осындай болмайтын затқа жібердің бе? Саған көп рахмет. Кім бар? Біреу бар ма? Түнгі кезекшінің бөлмесі. Кім бар? Сол күні мен анаммен ұрсып қалдым. Ол маған кетпес бұрын тамақтанып ал деді. Кетпестен бұрын таңғы ас іш. Мен таңғы асқа уақытым жоқ деп айқайладым. Таңғы ас ішпеймін. Мен жай ғана мектепке кетіп қалдым. Сол күні бір танымал тұлға Соня тәрізді деген. Сол үшін де ол іздеу сайттарында көш бастап тұрған. Маған бұның мағынасы ұнамайды. Осы үшін бұл мені қатты ашуландырды. Мен оны күнәладым. Мен оған дәл осылай айттым. Кейін менің мұғалімім сабақ үстінде маған заттарымды жина деді. Біз кетіп, ауруханаға бардық. Жол апаты. Менің анам менің кесірімнен қайтыс болды. Не? Ол мені туған соң қайтыс болды. Сондықтан мені әкем әрдайым жек көрді. Иә. Мен бұны Манхвадан білемін. Түсінікті. Бірақ бұның барлығы ойдан шығарылған ғой. 만들어진 얘기니까. Шынайы емес. Шынайы емес? Қалай? Не?
Саған оның жоқтығы жаныңа батады. Сондықтан барлығы шынайы. Чоннаму, сен Малхвадағы адамдарды сағынасың ба? Мысалы, достарыңды, сол әлемдегі Соньоны. Менің достарым болмады. Ал Соньо, маған менің алдымдағы Соньо көбірек ұнайды. Кетші бар. Мүмкін. Мен қалайын? 하지 말까? Не? Сен қазір жоғалып кетсең, сәл ыңғайсыз болар еді. Менің қолымнан келмейді. Тырыс, алға. Иә, сәл қалды. Тырыс, келмейді. Хансаньо, Ноечун, сен біздің осында екенімізді қайдан білдің? сенде барлығы дұрыс па? 괜찮아? Барлығы жақсы ма? Иә, барлығы дұрыс. Юнина есінен адасты 미친 거 ма? 아니야? Мен олай айтпас едім. Соньо, маған көмектесесің бе? Рахмет. Мен 대신 сені үйіңе шығарып салайын. Жақсы. Менімен бірге токбоки кафесін ашқың келмей ме? Түсімді 9-да 1 етіп бөлеміз. Шын ба? Маған 9? Сен қалай ғана олай ойлай аласың? 9 маған әрине. Бүгін менің көңіл күйім жақсы. Сондықтан ыдысты мен жуам. Сюжеттің жоспары. Хан Соньо. Тақырыбы берішік жігітім. Кейіпкер Чоннаму. Манхва, мен шынайы өмір арасында қалай саяхаттауға болады? 1. Бір Манхвадағы күнді таңдаңыз. 시간이 명시된 장면을 고른다. 2. 2. Манхвадағы сценаны шынайы өмірде ойнаймыз. Ескерту. Шынайы өмірге тап болған кейіпкер